Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Ақбота. Бүгін сіздермен өзімнің сатуға дайындап жүрген өте дәмді әрі оңай дайындалатын сникерс пирогының рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар, достар. Ал кеттік, ендеше дайындайтын боламыз. Міндетті түрде осы рецепті бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бірінші кезекте ыдысымызға жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Бір жұмыртқа, қант салып, жақсылап қолымызбен езетін боламыз, араластырамыз. Яғни кейіннен бізге керекті құрғақ ингредиенттерді елекке саламыз, араластырып, жаңағы дайындаған майлы қоспаның үстіне салатын боламыз. Және де жайлап араластырып отырып, қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымыз қолға жабыспайтын, сондай үгітілгіш, жұмсақ қамыр пайда болады. Және де оқтаудың көмегімен қамырды алып, жайып бастайтын боламыз. Форманы әртүрлі форма қолдануға болады. Мен мына жерде 26 сантиметрлік форма қолдандым. 26, 24 немесе 22 размеріндегі формаларды қолдансаңыздар болады. Қамырды жаямыз. Қамыр бізде біраз жайылған кезде жыртылып, қолға ұстауы қиын болады. Бірақ уайымдамаңыздар, видеода көрсетілгендей жайлап тартып, немесе қамырдың бір бөлшегін әкеп сол жерге қойып, жамап, жаңағы өзімізге керекті форманы шығарып алатын боламыз. Және де біздің пирогымыздың шеті теп-тегіс бір келкі әдемі болуы үшін оқтаумен шетін қиып алатын боламыз. Асқан бөлшегін тастамаймыз, бізге қазір керек болады. Достар, сникерс пирогын дайындаған кезде міндетті түрде сапалы вареный сгущенка қолданыңыздар, мүмкіндік болса. Себебі біздің пирогымыздың дәмі тікелей осы сіз қолданатын вареный сгущенкаға байланысты болады. Вареный сгущенкаға соленый орехты салып, тұздалған орех, яғни араластырамыз. Жаңағы жайылған қамырдағы формамызға салып, жаймалайтын боламыз. Және де жаңағы асып қалған қамырды осылай жіңішке етіп кесіп, пирогтың бетіне жеткенше қоятын боламыз. Яғни бұл біздің пирогтың бетіне қазір шоколадный соус жасаймыз. Астында қалатындықтан жаңағы әртүрлі болып қалуса да маңызды емес. Сондықтан уайымдамай, қамырдың жеткенше қолдана беріңіздер. Және де шамамен 25-30 минутқа пісіруге жібереміз. 180 градуста пеште. Біздің сникерс пирогымыз пісіп шықты. Шоколад пен майды ертіп, үстіне орехты салып, пісіп шыққан сникерс пирогтың үстіне құямыз. Және де шамалы салқындатамыз, кейіннен жеуге ұсынамыз.